бір жігіттерді көрдік. Ең жақсыларыңыз әйелдеріңізге мейірбандарыңыз деген хадисті естіп алып, бір отырыстарда қалталарына алма салып жатыр. Анаңызға ше? Анаңызға ше? Барған жерден бір нәрсе алып бардыңыз ба? Білесіз ба? Анаңыз сіз үшін алып келетін еді. Барған жерінен. Ең тәттілерін, ең дәмділерін теріп алып кеп береді сізге. Сіз не бір дастархандарға барасыз. Бірақ сол дастарханнан балаңызға аласыз, әйеліңізге аласыз, әкеңіз бен анаңызға тәттілерден, алма менен өріктен алып бардыңыз ба? Әкетай, анашым, міне, дәмін көріңіз. Осы дастарханда сіз болмағасын тамағынан өтпеді дедіңіз ба? Жоқ. Сол дастарханда отырғанда оны ойлағанда жоқсыз. Қалай сізді күтіп отыр деп. Қалай ішкені ұйқысы жоқ болып отырғанын сезген де жоқсыз. Бірақ сол жерде отырып, келіншегім деп отырдыңыз. Қалайық. Біздің дініміз кең дін. Мейірімшілікті, махаббатты сүйетін дін. Абай атамыз бекер айтқан жоқ. Махаббатпен жаратқан адамзатты деп. Бекер емес. Алланың махаббатының белгісі еді бұл. Біреулер ойлар, ата-ана туралы уағыз болды, таухид туралы ше деп. Міне таухид, міне ақида. Аллахқа деген махаббат, Аллахтың махаббатының белгісі. Көргіңіз келе ме жер бетінен? Аллахтың махаббатының бір белгісі, жұрнағы. Құдай білет, миллионнан бірі ма, миллиардтан бірі ма ата-ананың махаббаты.